сауаттылықты анықтама береміз. Sizde болады? Al. İkincisi, Ең сүйікті ұстаздарымыздың қандай қасиеті естеріңізге қалды? бізде мәтін жоқ, жалпы сондай ғой енді. Оқушылар сол мәтінді оқымайды ғой дейді. Соны оқушылар сол мәтінді мұқият оқуға ынталандыру керек. Оқымай тұрып, жаңағы осы мәтінді оқып қандай ол білім алушының білімін өмірмен байланыстыру, бәріміз білеміз. Енді бұл жерде білім сапасының негізі ол білімді жаңағы оқушы біз білім беріп жатырмыз, сол білімді ол өмірде қалай қолданады және Осы біз математиканы алдық, осы тапсырма күнделікті өмірде, яғни жаңағы айтып тұрған мені 1000 теңге бар. Ауылдың ішінде мектеп, бірақ мектептің білімі керемет болды. Соның ішінде бізде биология пәнінен оқушыға білім береді, тәрбиелейді, білімге болашаққа жол көрсетеді және Алатын адам болуыңыз керек, сонда нағыз ұстаз болуыңыз керек. Риясыз деген сөз мағынасын білесіздер. Енді біз баланы риясыз жақсы көрсек қана, біз оған ер мақала бере алсақ қана, біз өзіміздің білімімізді. неге бір киімді ауыстырмайды? классика. Мұғалім Осындай қиыншылыққа баратын күйеудің оқушымен мектепте қандай байланысы бар бізде? Бұл жерде енді оқушымен болғанда жастармен байланыстырып алайық. Қиыншылыққа бар. Ел беті бақ арманда, бар кезде, бар заманда қаһармандар. Жаңадан бастағандар, ардақ жандар іске сәтті. Талант. Бүгін семинарларымыздан өте өзімізге керекті ақпаратты алдық. Алтынай апайдың бірінші көріп мен осылай ашылып көрмейсіз әлі. талантты